жалпы мәліметтер, енгізулер парақшаларын толтырғаннан кейін бізге қол қою керек болады. Ол үшін қол қою батырмасын басқаннан кейін бізге осындай ақпарат шығады. Өтімді растауыңызды сұраймыз. Өтінішке қол қойғаннан кейін оны өңдеуге және жоюға тыйым салынады. Сол себепті біз деректерді қайта тексереміз. Жалпы мәліметтерде барлық керекті мәліметтерді дұрыс толтырғаннан кейін ол жалпы деректер, ағымдағы біліктілік, жеке деректер, ағымдағы жұмыс орны, біліктілікке үміткер болу, марапаттар, білім, жұмыс өтілі барлығын тексеріп, дұрыс екеніне көзімізді жеткізгеннен кейін бұдан әрі батырмасын басып, келесі енгізулер парақшасында міндетті файлдарды жүктеу. Жеке басты куәландыратын құжат, жеке куәлік, білім туралы диплом. Бұл жерде де барлық файлдардың дұрыс жүктелуіне көзімізді жеткізген соң, бұдан әрі батырмасын басамыз. Қол қою батырмасын тағы бір рет басып, біз деректерді тексердік, дұрыс екеніне көзімізді жеткіздік. Сол себепті деректер дұрыс батырмасын басамыз. Бұл жерде сізге электрондық цифрлі қолтаңбаңыз керек, немесе ЭЦП. Қол қою, деректер дұрыс. Міне, ол үшін өзіңіздің жеке компьютеріңізде ЭЦП немесе электрон цифрлі кілтіңізді табасыз. РСА, мінекей. Басамын. Құпия сөзді жазасыз. Міне мен және подписать батырмасын басасыз. Кішкене күтесіз. Әдеттегідей айта кетейін, бұл интернет желісіне қатысы да бар.